Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы азық-түлік атаулары. Азық-түлік атауларымен танысып шығайық. Кәмпит, ірімшік, шұжық, жұмыртқа, шырын, қаймақ, айран және қант. Сөздерімізді еске түсіріп атап шығыңыздар. Бұл не? Бұл ірімшік, бұл шұжық, бұл кәмпит, бұл жұмыртқа. Бұл не? Бұл шырын, бұл айран, бұл қаймақ, бұл қант. Сөздерді есте сақтап алыңыздар. Сабағымыздың сөздік қоры. Алу, брать, покупать, сатып алу, купить, покупать, сатып алмау, не покупать, жеу, кушать, есть, ішу, пить, келі, килограмм, арзан, дешевый, қымбат, дорогой. Сабағымыздың грамматикал тақырыбы ауыспалы осы шақ. Переходное настоящее время единственного числа. Переходное настоящее время выражает действие, происходящее в реальном настоящем времени, а в других предстоящее время в зависимости от значения предложения. Мысалы, мен жұмысқа барамын. Я хожу на работу. Мен шай ішемін. Я буду пить чай. Кестемен танысып шығыңыздар. Егер де сөз дауысты немесе дауыссызға аяқталса, жалғанатын жұрнақтар. Если слова заканчиваются на гласные или согласные. Жақ, лицо. В каком лице стоит предложение? Мен, я, сен, ты, второе лицо, сіз, второе лицо, вежливая форма, ол, он, третье лицо. И добавляем окончание. В первом лице мын, мін, в зависимости от твердости и мягкости. Екінші жақ, второе лицо, сын, сін. Сыпайы түрі вежливая форма сіз, сіз. Үшінші жақ, третье лицо, д, д. Енді бекітейік. Берілген сөздерге жұрнақ пен жалғауларын жалғап шығыңыздар. Мен, в первом лице, мен аламын, мен сатып аламын, мен сатып алмаймын, отрицание здесь, мен жеймін, мен ішемін. Не істейсіз, что вы будете делать? Нужно просклонять в трех лицах. Мен ірімшік, шұжық, жұмыртқа сатып аламын. Сен, ты, қант, кәмпит аласың. Сіз, вежливая форма, шырын, айран ішесіз. Ол, он, қаймақ, нан, алма жейді. Оқылым бөлігі мәтінді мұқият оқып танысып шығыңыздар, тапсырма жұмысын орындайсыздар. Мәтін арқылы сұраққа жауап беріңіздер. Дүкенде не сатылады? Дүкенде азық-түлік сатылады. Азық-түлікті атаңыз. Нан, сүт, айран. Дүкенге кімдер келді? Дүкенге Әлия мен Айнұр келді. Әлия не сатып алды? Әлия нан, қант сатып алды. Айнұр не сатып алды? Айнұр айран мен сүт сатып алды. Сабағымызды қорытындылаймыз. Сәуле мен Әлеся арасындағы сұхбатты оқып шығыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Тапсырманы комментарийге қалдырыңыздар.